Гранттар байқауына қалай өтінім беру керек? Еуразия қоры Орталық Азиядағы социалды инновациялар бағдарламасын ақш халықаралық даму жөніндегі агенттігінің USAID қолдауымен жүзеге асырады. Бағдарлама аясында гранттың 8 түрі қарастырылған. Жастар көшбасшылығын қолдауға арналған гранттар, азаматтық қоғамның жас көшбасшыларына арналған шәкіртақы, әлеуметтік идеялар акселераторы, ашықтықты қолдауға арналған гранттар, қолданбалы зерттеулер жобаларына арналған гранттар, инновациялық шешімдер гранттары, қаржылық емес қолдау түрлері, институционалдық даму гранттары. Гранттар ашық байқаулар арқылы табысталады. Еуразия қорының грант байқауларына қатысуға өтінім беру электрондық платформада жүреді. Байқаудың анонстарын бағдарламаның әлеуметтік желілердегі парақшаларынан және имейл хаттардан күтіңіздер. Өтінім жолдау үшін анонста көрсетілген сілтемеге өтіңіз. Еуразия қорының байқауларына алғаш қатысқалы отырсаңыз, алдымен тіркелуіңіз керек. Бұрын байқауға қатысқан болсаңыз, логиніңіз бен құпия сөзіңізді жазыңыз. Тіркелу үшін Create New Account батырмасын басыңыз. Ұйымның деректерін енгізіңіз. Жұлдызшамен белгіленген міндетті өрістерді толтырыңыз. Ұйымның атауын, телефон номерін, мекен жайын, қаланы, почта индексін, аймақ не облыс, елді көрсетіңіз. Next батырмасын басыңыз. Платформаны қолданатын тұлғаның байланыс деректерін толтырыңыз. Аты жөні, лауазымы, электрондық поштасы, телефон номерін көрсетіп, Next батырмасын басыңыз. Құпия сөз ойлап тауып, растаңыз. Create Account батырмасын басыңыз. Поштаңызды тексеріп, хабарлау хат келген болса, I have received the email батырмасын басыңыз. Сондай-ақ, хат келгенін тексермей жалғастырғыңыз келсе, Continue without checking батырмасын басуыңызға болады. Хабарлау хат келмесе, I have not received the email дегенді басыңыз. Және тест хатты қайта жолдау үшін Send email again батырмасын басыңыз. Хабарлау хаттар поштаңызға түсіп жатқанына көзіңіз жеткенде Continue батырмасын басыңыз. Сіз тіркелдіңіз. Өтінім толтыруға көше берсеңіз болады. Ол үшін сол жақ жоғарғы мәзірдегі Apply батырмасын басыңыз. Оң жақ жоғарғы бұрышта байқау туралы хабарландыруда көрсетілген кіру кодын жазып, Enter Code батырмасын басыңыз. Алдыңызда байқаудың анкетасы ашылады. Question List батырмасын басып, сұрақтардың толық тізімін көшіріп алып, өтінім толтыруға дайындалуыңызға болады. Өрістердің бәрін толтырып, сұратылған құжаттарды қоса тіркеңіз. Назар аударыңыз, кейбір сұрақтарда толтыратын құжаттардың шаблондары қоса беріледі. Сілтемеге өтіп, Скачать немесе Download батырмасын басып, файлды көшіріп алыңыз. Файлды өз компьютеріңізде ашып толтырыңыз. Файлды өз компьютеріңізде міндетті түрде сақтап қойыңыз. Содан кейін анкетаға оралып, сақталған файлды қайта жүктеу үшін Upload батырмасын басыңыз. Анкетадағы өзгерістердің бәрі автоматты түрде сақталады. Үзіліс жасап, кейін қайта оралып толтыруыңызға болады. Анкетаны жібергенге дейін, яғни Submit батырмасын баспайынша өзгеріс енгізе беруге болады. Өтінімді жолдауға әлі дайын болмасаңыз, беттің ең төменгі жағындағы Save Application дегенді басыңыз. Беттің жоғарғы жағындағы үйшік батырмасын басып, аяқталмаған өтініміңізді таба аласыз. Өтінімге қайта оралу үшін Edit Application батырмасын басыңыз. Анкетаны толтырып жатқанда қызыл жиекті хабарлама шықса, демек ақпаратты қате форматта енгізіп отырсыз деген сөз. Қайта тексеріп шығуды өтінеміз. Өрістердің бәрі дұрыс толтырылып, сіз өтінімді жолдауға дайын болғанда, беттің ең төмен жағындағы Submit батырмасын басыңыз. Өтінім дұрыс толтырылған болса, Your application has been submitted деген хабарламаны көресіз. Және электрондық поштаңызға растау хат келеді. Есіңізде болсын, Submit батырмасын өтінім қабылдау мерзімі аяқталғанша басып үлгерсеңіз, және беттің өзімен электрондық поштаңыздағы растау хабарын көрсеңіз ғана, сіздің өтініміңіз байқауға қатысады.